Абайдың қара сөздері 15-ші сөзі. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрдім. Әуелі пенде адам болып жаратылған соң дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен дағы. Күнінде айтсақ құлақ, ойланса көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады екен. Есер кісі орнын таппай, не болса сол бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып өмірінің қызықты, қымбатты шағын итқорлықпен өткізіп алады екен дағы. Күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып алатын кісімсіп, жастығы тозбастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғанда мойны қатып, буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен. Үшінші, әрбір нәрсеге қызықпақтық. Ол өзі бойға құмарлық пайда қылатын нәрсе екен. Әрбір құмарлық өзіне бір дерт болады екен. Әртүрлі құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әне-міне жетер-жетпес болып жүргенде бір түрлі мастық пайда болады екен. Әрбір мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректегі қараушылардың көзін ашып, ананы, мынаны дегізіп, бойды сынататұғын нәрсе екен. Сол уақытта есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді екен. Егер кісілер ер-тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі атының к-ны жауып кетіп, екі көзі аспанда жынды кісіше шаба беруді біледі екен. Соны көрдім. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте болмаса жұмысында бір, ең болмаса айында бір өзінен өзін есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды күнінде өзін өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыпсың.